күн сайын біз қасымызда жүрген қарапайым адамдарды көреміз, бірақ солардың әрқайсысының артында үлкен өмір, еңбек пен тағдыр жатыр. Бүгін біз сондай жандардың бірімен танысатын боламыз. Әр күнін ерте бастайтын, мектеп тазалығы мен тәртібін сақтап жүрген еңбек адамдарын көпшілік байқамай қалуы мүмкін. Бірақ олардың еңбегі көзге көрінбейтін үлкен жауапкершілік. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз мектептің тазалығы үшін күн сайын еңбек етіп жүрген Ардақ апайымызбен танысатын боламыз. Ардақ апайымыз бұл мектепте 10 жылдан бері жұмыс істейді. Ол тазалық тек міндет емес, ол тәртіп пен тәрбие дейді. Сәлеметсіз апай, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен Мұратбекова Ардақ, осы мектепте кіші қызмет болып жұмыс атқарамын. Өзіме жұмысым ұнайды. Жұмысыңыздың ерекшелігі неде? Жұмысымның ерекшелігі осы мектептің тазалығы. Мектеп таза, балалар таза болып, сол тазалықтан басталады ғой бәрі. Сол ерекшелігі таза бөлме, таза мектеп, сол балалармен жұмыс жасаймыз. Кішілерге қандай кеңес берер едіңіз? Кішілерге адалдық, еңбектен қашпауды үйретемін. Кіші қызмет жасасаң да сен намыстанбай еңбек етсең, шыңға жетесің. Осындай сәттер маған қуат береді, мотивация береді. Балалар амандасып нетсе, мен еңбегім ағатай жалғасып, сондай сәттер маған ұнайды. Адал еңбек адамды биік етеді. Күн сайын ерте тұрып, үнсіз ғана өз міндетін атқаратын қарапайым адамдар бар. Олар мақтау күтпейді, бірақ өз еңбегімен айналаны көркейтеді, өмірді алға жылжытады. Маңдай терімен табыс тауып, өз отбасын асырап, қоғамға пайдасын тигізіп жүрген жандар елдің шын тірегі. Бүгін біз қарапайым еңбектің қадірін қайта сезіндік. Тазалық пен тәртіпті сақтап жүрген жандардың еңбегі құрметке лайық. Осындай адамдардың арқасында айналамыз таза, еңбекті бағалай білейік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.